Баршаңызға сәлем достар, каналымызға қош келдіңіздер. Әдеттегідей түс жору жайлы видеомызды ұсынамыз. Бүгінгі тақырыбымыз түсіңізде әжеңізді көрсеңіз деп аталады. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз. Ал ендеше бастайық. Егер түсіңізде қайтыс болған әжеңізді үйіңізде жүрген көрсеңіз, ол марқұмның Алла тағаланың алдындағы дәрежесінің жоғары екендігін білдіреді. Түсіңізде қайтыс болған әжеңізді жыртылған киімде көрсеңіз, сіздің басыңызда үлкен қайғы болып жатқандығының белгісі. Егер түсіңізде әжеңізбен бірге тамақтанып отырсаңыз, жақында балалы болатындығыңыздың белгісі. Ал егер де түсіңізде әжеңіздің тіріліп сіздермен бірге жүргенін көрсеңіз, сіздің болашақта арман мақсатыңыздың орындалатынын білдіреді, биік белестерден көрінетіндігіңіздің белгісі. Сондай-ақ түсіңізде әжеңізді көрсеңіз, өңіңізде болып жатқан жақсы немесе жаман жағдайлар әсер етуі мүмкін. Ер адам түсінде қайтыс болған әжесін көрсе, бір жақсылық болатындығын білдіреді. Сондай-ақ бұл түс сіздің жақсы өмір сүру үшін аянбай еңбек етіп жүргендігіңізді білдіреді. Бойдақ жігіт түсінде әжесінің жас кезін көрсе, жақсы қызбен тұрмыс құратындығын білдіреді. Түсіңізде әжеңіздің ауырып жүргенін көрсеңіз, марқұмның туысқандары ол адамды ұмытып кеткендігін білдіреді. Сол себепті әжеңізге Құран оқып, сауабын бағыштап, ол адамның атынан шамаңыз келсе, садақа беріңіз. Ибн Сириннің түс жоруы бойынша, егер түсіңізде әжеңіз сізді басыңыздан немесе қолыңыздан сүйгенін көрсеңіз, сіз үлкен жетістікке жеткендігіңізді білдіреді деген. Түсіңізде әжеңіздің қайтыс болғанын көрсеңіз, сіздің басыңыздағы қайғы мұңның кеткендігін білдіреді. Достар, осымен түс жоруға арналған шығарылымымыз аяқталды. Егер де біздің видеомыз ұнаған болса, лайк басып комментарий қалдырыңыздар және де подписаться бөлімін басып, қоңырауды басуды ұмытпаңыздар.